Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін жаңа жылдық дастарханға ерекше сән беретін жолбарыс үлгісіне ұқсайтын торттың видеосымен сіздермен бөлісетін боламын. Бұл торттың ерекшелігі, яғни ешқандай бояусыз, таза табиғи өнімдерден жасалған, жасалуы өте оңай, қолжетімді азық-түлікпен дайындалатын торттың видеосымен сіздермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажет айран, осы айранымызға сұйық майымызды қосамыз. Және де сәбізіміздің езбесін салып, яғни сәбіздің пюресін салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бұл жерде сәбіз өздеріңіз пісіріп, яғни погружной блендермен езіп, пюре жасап алсаңыздар да болады, немесе дүкеннен балаларға арналған сәбіздің пюресін алып қоссаңыздар да болады. Үстіне жарты ас қасық ас содасын салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды қосып, үстіне сәл тұз салып, жақсылап араластырамыз. Массамыз сәл ағарғаннан кейін үстіне қант салып, тағы да бәрін жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Осы массаға енді алдында дайындап алған сәбізіміздің қосылған массаны және де құрғақ масса бізде ұн мен қамыр қопсытқыш екеуін кезек-кезек қосып, толық, яғни қоспамыз біткенше бәрін араластырып аламыз. Енді осыны жартысын кішкене бөлек ыдысқа құйып аламыз. Оған какао ұнтағын қосып, яғни қара түсті масса дайындаймыз. Менде 18 диаметрлік форма. Осы форманың үстіне енді осы өзіміз дайындаған екі түрлі массаны кезек-кезек құйып шығамыз. Яғни сары түсті массадан көбірек, ал қара түстіден какао қосылған азырақ салып, толық массамыз біткенше бәрін құйып аламыз. Үстіне фольгамызды, яғни томпиып кетпес үшін фольганы жауып, 180 градус асып тұрған пешке 50 минутқа салып пісіріп аламыз. Піскен коржымызды міне үстін пищевая пленкамен жауып, холодильникке 3-4 сағатқа қойып суытып аламыз. Енді корждарымызды дайын суытып алғаннан кейін теңдей бөліктерге бөлеміз. Бетіндегі сәл томпиған бөлек алып қоямыз. Енді арасына жағатын крем дайындаймыз. Ол үшін бізге 25% кілегей қажет. Кілегейімізге қант ұнтағын салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Және де 33-35% кілегейімізді дәл осылай араластырып қойылатып аламыз. Қаймағымызға қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Енді әр қабатына кремімізді аямай толық жағып, тортымызды әдемілеп жинап, холодильникке салып қоямыз. Жаңа бетіндегі кесіп алған томпиған коржды алып, ұсақтап майдалап аламыз да, торттың бетін әсемдейміз. Міне біздің ешқандай бояу қосылмаған, қолжетімді өніммен дайын болған тортымыз жаңа жылдық дастарханға, басқа да кештерде, яғни дастархандыға қойсаңыздар болады. Жасалуы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Қолдауларыңызды күтемін. Көп рахмет.